Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadrli cemaat, Allah Teala istab жатқан orazlarımızda kabul etsin, dua tileklerimizde inşallah kabul etken болып есептелсін inşallah. Qadrli cemaat, bir сұрақ болып жатыр. Ауыз ашарға аузы берік емес адам барса болады ма деген бір сұрақ бар. Жалпының бір көкейінде жүрген бір сұрақ. Қадірлі жамағат, бұл жиынның, бұл тамақ жиынның негізгі мақсаты аузы ораза болған адамдардың ыстаған сауабындай өзіне сауап алу. Дастархан жайылса, ауыз ашар істеп жатқан адам 100 адамдық дастархан жайса, мақсаты не? Келетін 100 адам ораза болса, сол адамдардың сауабын алу. Енді аузы ораза емес адамды шақырса ауыз ашарға, ол адам үйдің иесіне айту керек: мен ораза емеспін, мен де барып сол ауыз ашарларға арналған тамақтан жесем болады ма деу керек. Егер бұны айтпайтын болса, құл ақысына кіріп қояды. Неліктен? Ол дастархандағы тамақ тек қана ораза ұстағандарға арналған бір тамақ. Сізбенен біз ораза ұстамай ол жерге барсақ, әдейі біліп тұрып, ауыз ашып жатқан адам сияқты бұл тамақтан жейтін болсақ, біз құл ақысына кірдік. Қай құлдың? Ораза ұстаған адамдардың. Бәлкім ол 100 адамның ішінде оны тоймай қалды. Ол біздің кесірімізден болып қалу әбден мүмкін екен. Соның үшін біреу бізді оразаға шақырса, ауыз ашарға, біз де ауырып, сырқаттанып, немесе бір себептерге байланысты ораза ұстамаған болсақ, ол үйдің иесін ескертуіміз керек. Менің аузым ораза емес, барсам болады ма деп. Болады дейтін болса, ешқандай да бір құл ақысы болмайды, бірақ ескертпей барған адам күнәға кірген болып есептелінеді. Қадірлі жамағат, бүгінгі негізгі екі тақырыбымыз бар. Біріншісі көре алмаушылық, хасад деп айтылады. Екіншісі бір адамның бір күнәні бастатуы және ол күнә жалғасқан сайын адамға күнәнің барып тұруы. Немесе бір адамның жақсы, салих бір амалды бастатуы, соның жалғасуы және сол амал жалғасқан сайын сауаптың адамға барып тұруы екен. Имам Ғазали бұл хасад мәселесін төртке бөледі. 4 деңгейі бар. Бірінші, сіздерменен біздердің білуіміз керек болған мәселе хасад, көре алмаушылық, қызғаныш немесе қызығушылық. Бұл сезімнің барлығы бүкіл адам баласында бар. Менде қызығушылық немесе қызғаныш жоқ деп айту, бұл біздің табиғатымызға теріс нәрсе болып қалады екен. Біріншісі, хасадтың, көре алмаушылықтың ең қиыны, ең зияны мынау екен: өзінің қолында қызығып немесе қызғанып тұрған ешқандай да бір мал мүлкі жоқ қолында. Бірақ көршісінде, бауырында, досында бір нәрсе бар. Сондай бір қызғаныш істейді, өзінде болу шарт емес, бірақ ода да болмау керек. Бұл көре алмаушылықтың ең ауыры. Қараңыздар, өзінде жоқ, өзінде болу шарт емес, бірақ жаңағы мұсылман бауырының қолынан болмау керек, ол қор болу керек дейді оның ойында. Бұл хасадтың, көре алмаушылықтың ең ауыры. Екінші бір деңгейі бар. Екіншісі қалай? Көршісінде, досында бір мал бар, қызығып тұрғаны, ода болмасын, бірақ менің қолымда болсын деген пікір. Бұл жерде өзін де ойлап тұр, бірақ басқасын да дейін қып тұр. Бұл жерде ең ауыр не екен? Өзімде де болсын болмасы шарт емес, бірақ көршіде болмау керек. Ал екінші деңгей не екен? Көршіде болмау керек, бірақ менде болу керек дейді екен. Үшінші деңгей не? Көршіде болса болмаса қызық емес, бірақ өзінде болу керек. Ал төртіншісі, өзіне де қалап тұр, көршісінде де болса жақсы деп дұға қылып тұр. Бұл көре алмаушылықтың немесе қызығушылықтың төртінші деңгейі. Біз мұсылмандарға егер дүниелік бір мәселе болатын болса, көлік, үй деген мәселе болатын болса, бұл нәрсе кешіріледі екен. Егер жақсылық жасау мәселесінде болатын болса, бұл нәрсеге дініміз үгіттеген екен. Қалай сонда? Пәленше 100 000 теңге бір жерге жақсылық жасады, мен 200 000 теңге істеймін. Бұл да бір хасадтың түрі екен, көре алмаушылық немесе қызығушылықтың түрі екен, бірақ үгіттелген нәрсе екен. Мақсат жәрдем беру. Ал бірақ дініміздің қайтарған не екен? Олда да болмасын, менде де болмасын. Бұл ең ауыр екен. Бұл көре алмаушылықтың деңгейі бір адамның нәпсінің құлы болды деген сөздің айқыннан бір дәлелі болып қалады деген. Қадірлі жамағат, көре алмаушылық туралы біздің мысалдарымыз бар. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туылмай тұрып, яһудилердің көптен көп ғалымдары бар еді. Бұл ғалымдардың сондай өнерлері бар еді, жұлдыздарға қанап
күн тәртібін қысаптайтын еді. Біреудің туылғанын, туылмағанын білетін еді. Табиғи бір бәле жала келетін болса, соны білетін еді. Жобалайтын еді ай менен, жұлдыз менен. Күндердің бірінде мына кісі айтады, Хассан деген кісі айтады, бұл кісі бүйтіп айтқанда ақын еді, пайғамбарымыздың бір ақындарының біреуі еді, бұл айтады. Мен 8 жаста едім. Көшеде бір яһудидің айғайлап жүргенін естідім дейді. Шығып қарасақ мынандай мәселе болды дейді. Бір жұлдыз болды, жұлдыз жарылды. Бұл қандай жұлдыз деп адамдар сұраған уақытта, бұл Ахметтің жұлдызы деп айтылды. Яғни соңғы пайғамбар дүниеге келді деп айтты дейді. Екінші бір риваятта айтылады, Ибн Саад айтады. Бізде яһудилер өте көп еді дейді. Күндердің бірінде бір яһуди келді Құрайштарға. Ей Құрайштар, сендерде кеше түнде бір ұл бала туылды ма, туылмады ма? Деп сұрады. Құрайштар айтты, біздің хабарымыз жоқ деді. Барып сұрап қайтыңдар деді. Барып өздерінің отбасыларынан сұраса, қауымдарынан бір бала туылған. Ол балада бір пайғамбарлық белгісі болу керек деп айтыпты яһуди. Барып қараса, яһудидің өзі бұл пайғамбарлық белгісі тұр екен. Ахмет деп айтады. Құран Кәримде де Ахмет деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның яһудилердің, христиандардың және Құран Кәримде аты өткен айтады. Сол уақытта жаңа яһуди аспанға қарап тұр, бұл айтыпты. Әттең, Исраил ұлдарынан пайғамбарлық алынды деп бір көре алмағандығы бар екен осы жерде. Және екінші бір мысал бар. Сафия анамыз бар. Хайбар соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға күйеуге тиген біздің анамыз, әкесі яһуди еді. Әкесі. Күндердің бірінде Сафия анамыздың көкесі әкесінен сұрайды. Ей пәленші, мына келген, Құрайштарға келген пайғамбар туралы не ойлайсың дейді. Не ойлайсың? Жақсы адам ба, қате адам ба, қалай? Сонда жаңағы Сафия анамыздың әкесі жауап береді. Хақ пайғамбар деймін дейді. Олай болса, хақ дейтін болсаң, неге сенбейсің деген сұраққа бұлай дейді. Бұл яһудилерге келген пайғамбар болмаған үшін мен өмірімнің соңына дейін бұған дұшпаншылық қылам дейді. Қараңыздар. Бұл да бір көреалмаушылық. Яһудилердің сенімі бойынша пайғамбар, соңғы пайғамбарлар Муса болсын, Иса болсын, тек өздеріне түскен, Исраил ұлдарына түскен. Олардың сенімінде соңғы пайғамбар да өздеріне түсу керек. Енді сіздер менен біздер, қазір біз қазақпыз, отырып алып, пайғамбар араб, қазақ болмаған үшін мен ислам дінін қабылдамаймын деуіміз, бұл біздің ақымақтығымыз, нәпсіге еруіміз, және де көре алмаушылығымыз болады. Аллах тағаланың құзырында сіз бенен біздің қазақ, өзбек, орыс, тәжік, ақ, қара, ұзын, қысқа болуымыздың бір маңызы, бір пайдасы жоқ. Тек қана Аллах тағаланың құзырында салих амал істедік па, істемедік па? Күнәға шомылдық па, шомылмадық па? Осы ғана маңызды екен. Соның үшін яһудилердің бұл жерде пайғамбар яһуди болғанда иман ететін едік. Мұсылман, яғни араб болған үшін иман етпейміз дегендері бұл ақылға қонымды бір желеу болып саналмайды екен, қадірлі жамағат. Анас радиаллаху анху бұлай риваят қылады. Күндердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен мешітте отырған едік. Қазір мешітке тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген бір адам кіріп келеді деді. Есікті ашты, бір ансарлардың, яғни Мәдина тұрғындарына бір мұсылман кіріп келді дейді, кісі. Өз алдына намаз оқып отыра қалды. Ертесіне тағы айтты. Қазір мына есіктен тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген біреу кіреді дейді. Тағы сол кісі кіріп келді. Үшінші күні де сол кісі кіріп келді дейді. Анас радиаллаху анху айтады, маған қызық болды дейді. Бұл қай амалы үшін жәннатпен сүйіншіленді? Біздің істемей жүрген нені істеп жүр? Сол қызық болды дейді. Үйіне бардым, кішкене міскіннің киімін киіп алдым. Есікті тақылдаттым дейді. Ашылды. Егер мүмкіндік болатын болса, сенің үйіңде 3 күнге бір қонақ болсам болады ма дедім дейді. Болады. Ішке кірдім. 1 күн өтті, 2 күн өтті, 3 күн өтті. Мынаның бізден оқып атқан бір артық намаз жоқ дедім. Ұстап атқан бір оразасы да жоқ. Ешқандай бір артық амал жоқ деді. Біз не істесек соны істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам садақа бер десе береді, берме десе бермейді деді. Болды. Сонда жаңағы адамды шақырып сұрадым дейді. Ей, сені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай деді. Тірі күнінде жәннатқа ие болды деді. Сен не істейсің дегенде былай жауап беріпті. Мен ешқандай адамды қызғанбаймын. Қызғанышпен қарамаймын. Хасад деген сезімді мен өлтіргенмін дейді. Қараңыздар. Осы көре алмаушылық сіз бенен бізді бұзып қояды екен.
ағайынның, аға інінің арасында түсіп жатқан көп нәрсе бұл көре алмаушылықтан шығады. Негізгі мәселе үйленгеннен кейін бауырлардың бір-бірімен шығыса алмай қалуы. Неге? Араға әйел кіреді. Немесе ердің де бір қызғанышы болады. Бұған біздің мысалымыз бар. Яқуб алейхиссаламның 12 баласы бар еді, 12. Бұның екеуі басқа елден, оны басқа елден еді. Юсуф алейхиссалам мен Биньямин алейхиссалам бір анадан еді. Бірақ риваятта былай келеді. Яқуб алейхиссалам өзінің Юсуф дегенмен және де Биньямин деген баласын кішкене артығырақ жақсы көреді. Махаббатын кішкене көрсетіп қойған. Бұны 10 баласы көріп қойған. 10 бала отырып былай дейді өз араларында. Біз күшті болсақ, біз жас болсақ, біздің қолымыздан барлық нәрсе келсе, әкеміз неге бізді қаттырақ жақсы көрудің орнына ана 2 бала әлсіз, қолдарынан жұмыс келмейтіндер жақсы көреді дейді. Қараңыздар, көре алмаушылықтың бірінші нәрсесі. Сіз бенен біз әке шешелерге байланысты екен. Балдарымызға деген мәмілені бірдей қылмайтын болсақ, ол ағайындардың арасында ауызбіршілік жоғалып қалады екен. Арамызда болады әжелеріміз, аталарымыз. Өзінің баласы қылып алады, бірінші тұңғышты. Сөйтті басқа адамдарға алып келмейді, балдарына соған жасырып нәрсе береді. Бұл ана көріп тұрған балаға бір көре алмаушылық сезімін күшейтетін бір амал екен. Сонда қараңыздар, Юсуф алейхиссаламды өз арасында отырып былай деді. Бұл Юсуфтен біз құртылмасақ, әкеміз бізді жақсы көрмейді. Не істейміз? Айтты, өлтірейік деді. Өлтіретін болса, әкеміз бізге жек көрішімен қарайды деді. Олай болса не істейміз? Араларында біреу айтты. Өзімізбен бірге үйден ұзақ жерге қой бағамыз деп алып кетейік. Сөйтейік те бұны бір құдыққа тастайық. Қайтып келейік те, әке, сенің айтқаның рас болды. Біз ұзаққа жүгіріп жарысып жатқан уақытта оны келді қасқыр жеп кетті деп айтамыз дейді. Неге? Яқуб алейхиссаламға ұлыңды бізбен жібер дегенде не деді? Мен қасқырдың жеп кетуінен қорқамын деді. Сонда барды. Юсуф алейхиссаламды құдыққа тастады. Көре алмаушылық сезімінің күштілігінен. Құдыққа тастады. Енді араларында сөйлесіп отыр. Қараңыздар. Бұны құдыққа тастадық. Үйге барамыз. Не дейді? Қасқыр жеп кетті деп айтамыз дейді. Бұның дәлелі не деп сұраса не дейміз дейді? Дәлел. Қасқыр жет дегенге бір дәлел керек. Сонда біреу айтты. Ана қойды ыстаңдар деді.Ыстады, сойды. Енді Юсуфтың көйлегіне осы қанды жақсылап бүйтіп бояймыз деді. Бұл не болды? Қасқыр жеді деген біздің дәлеліміз. Мен Юсуфтың көйлегі үстінде қан тұр. Юсуфты жеді, біз де ойға мәйітін тастап кеттік деп айтамыз деді. Қараңыздар. Не деген айла? Көре алмаушылық мәселесінде біз шайтанның бір кукласы болып қаламыз. Шайтан бізге сондай әңгіме айтады, біздің нәпсімізге сондай ұнап кетеді, кімнің айтқан ақылы бізге ұнамай қалады. Әкеміз болсын, анамыз болсын, айтқан ақылдары бізге қызық емес болып қалады, қадірлі жамағат. Юсуф алейхиссаламның осы көйлегін алып барғанда, Яқуб алейхиссалам не деді? Бұл қан деді, өтірікші қан деді. Неге? Себебі қасқыр деді бір адамға бүйтіп шабуыл жасаса, ол адамның не көйлегінің алды, не көйлегінің арқасы жыртылу керек деді. Бірақ ол жерде көйлек бүтін. Бірақ соған қарамастан Яқуб алейхиссалам өзі қарапайым, қатты да ашуланбайтын адам болған үшін сабыр қылды, балдарымен сол жерге артық әңгіме айтпай отырды. Бұны білген Юсуф алейхиссалам не қылды? Дүние тауғаннан кейін аштық уақыты болған уақытында не қылды? Өзіне қастандық жасаған, өзін көре алмаған, өзін өлтіруге тырысқан ағаларына, бауырларына тұрақты түрде жәрдем беріп отырды. Ақша жібереді, мал-мүлік жібереді. Осылай жіберіп отырып, Құр'ан-ы Кәрімдегі аят түсті. Бауырларының сөзі. Біз қателесіппіз. Біз шайтанды тыңдап қойыппыз. Біз қате қылдық, Аллахым біздің тәубемізді қабыл ет деген аят кәриме түсті. Қараңыздар. Бір адамның көре алмаушылығын біз де оны көре алмай ғана жеңбейді екенбіз. Бір адамның көре алмаушылығын оған жақсылық істеп қана, оған Аллах тағаланы танытып қана біле алады екенбіз, қадірлі жамағат. Мұса алейхиссалам Аллах тағаланың құзырына шығып былай дейді: пәлен бір құлды айттың. Мен ол құлды қатты қызғанамын және оған қатты қызығамын деді. Оның деңгейі менің деңгейіммен бірдей болған амалдарын маған айтып берші деді. Сонда Аллах тағала айтты: ол деді, әке-шешесіне қарсы келмеді, адамдардың арасында сөз тасымады, және де ешкімге хасад деді, көре алмаушылық сезімімен жоламады дейді.
Bir жұмадан шықтық, жақын уақытта бір кісі келді. Жамағаттан біреуді сұрап жатыр. Неге бұл кісі 24 сағат мешітте отырады дейді. Не жұмысы бар? Мешітте отыра ма 24 сағат, үйінде отырады ма? Қараңыздар. Бұл керек емес бір сенім. Отырған адам мұсылман адам, отырған адам ер адам, отырған адам мұсылман адам, 5 уақыт намаздағы адам. Мешітте отыр. Құр отырған жоқ. Қолынан кесе садақасын беріп жатыр. Қолынан кесе қызметін қылып. Бірақ жаңағы адамның сұрағы маған сұрап отыр. Бұл неге әрдайым мешітте отырады дейді. Қараңыздар. Бұл сезім мен бұл сұрақтың сіз бенен бізге бір тиын пайдасы жоқ. Ол Аллах тағаланың бір жақсылығын біліп отыр. Мен де ол кісіден сұрақ сұрадым. Оны мешіттен шығарып жіберейін, сіз отырың дедім. Мен отыра алмаймын дейді. Олай болса не қыласыз сұрап? Ол адам отыр, сіз отыра алмайсыз. Бұл да бір нығмет екен, қадірлі жамағат. Закария алейхиссалам былай айтады: хасад, яғни көре алмаған адам, тағдырға қарсы келген, Аллах тағаланың адам баласына бөліп берген нығметтеріне разы болмаған адам деп айтты. Қараңыздар, альхамдулилля, біздің рызығымыз жазылған. 40 күндігімізде, анамыздың қарында уақытымызда біздің тағдырымыз, рызығымыз, қалай қайтыс болатынымыздың барлығы жазылған. Біз де бұған әлмисақта разы болғанбыз. Енді отырмыз, Құдай қаласа мен де жұмыс істесем көлігім болады деген бөлек нәрсе, неге ода ғана бола береді деген нәрсе, бұл бөлек нәрсе болып есептелінеді. Енді Закария алейхиссалам не дейді? Кімде-кім тұрақты түрде біреуді көре алмаса, берілген нығметке разы болмаған, тағдырға қарсы келген адам болып қалады дейді. Тағдырға қарсы келу деген сөз не? Иманның 6 шарты бар. Біреуі тағдырға разы болу, біз осыған разы болмасақ, біреуді тұрақты түрде көре алмасақ, діннен шығып қаламыз деген бір сөз болады екен, қадірлі жамағат. Сол мәселе үшін Аллах тағала баршамыздың біреуге қызғанышпен қараудың орнына, біреуге қызығумен қарауды, қызғаныш деген мәселенің тек қана жақсылық жаюды ғана болуды Аллах тағала баршамызға нәсіп етсін. Сізбенен біздің екінші бір мәселеміз бар. Бір күнәға жол ашу. Дүниеде күнделікті уақытта әдейі қастандықпен көптен көп адам өлтіріліп жатыр. Дұрыс қой? Біреуді өлтіреді, атып кетеді, пышақтап кетеді. Бұның барлығы бір күнә. Енді бұл күнәні кім бастады деген сұрақ бар. Алғашқы адам өлтіруді кім бастады деген сұрақ бар. Адам алейхиссаламның ұлы бар еді, Қабил деген. Бұл кісі риваятта үйлену мәселесіне, немесе Абыл деген өзінің бауырының қолынан көп нәрсе келу мәселесіне байланысты өзінің інісі болған Абылды Қабыл өлтірді дейді. Таспен ұрып өлтірді дейді. Осыны көргеннен кейін не қылды дейді? Бұны қалай көмемін деп ойлап отырды дейді. Қарап отырса, шайтан лағайын мысал беріпті. Бір құс басқа бір құсты топырақты қазып тұрып көмгенін көрсетіпті. Қабыл да барып топырақты қазып тұрып өзінің інісін көміп қойыпты. Енді хадис шариф бар. Кімде-кім дүниеде бір адамды әдейі өлтіретін болса, ол адам өлтірген адамның күнәсін алады, және де ол амалды бастатқан үшін Қабылға да тур сондай күнә барады дейді. Және бір хадис шарифіміз бар. Кімде-кім бір жақсы амалды бастаса, өзі қайтыс болып кетсе, ол адамға сол амалы жалғасқанша сауап барады. Кім бір жаман амалды бастаса, сол амалды істегеннен кейін қайтыс болса, бастап кеткен амалын адамдар жалғастыратын болса, ол адамға қиямет күніне шейін жаңағы амалы жалғасқанға шейін күнә жазылып тұрады дейді, қадірлі жамағат. Қараңыздар. Істеп атқан жұмысымыздың күнә екенін білейік, бірінші. Екінші, егер ол күнәні біз бастатпаған болсақ, істеген күнәміздің мөлшерінде ғана бізге жаза жазылады. Ал егер біз бастасақ, қазіргі уақытта Алланың өзі кешірсін, мектептегі балдардың көпшілігі, университеттегі балдардың көпшілігі таблеткаға отырып қалған. Бұл бір харам нәрсе. Неге? Ислам дінінің негізі ақылды қорғау. Бұл нәрсені алған адам ақылымен пікір қыла алмайды. Әке-шешесінде ор жеретін деңгейге барады. Енді осы мәселесін, наркотик болсын, жаңағы таблетка болсын, кім біздің ауылға алып келген болса, мысалы,
Кім біздің Қазақстанға алып келген болса, өзі өмірден өткен болса да, ол нәрсе қолданылған сайын, ол адамның қабіріне, ол адамның амал дәптеріне бір күнә істеді, 1000 күнә істеді деп тұрақты түрде жазылып отырады, қадірлі жамағат. Сол үшін істеп жатқан амалымызды біз білуіміз керек. Білесіздер, Аср сүресі бар. Астағфирулла, уал аср, иннал инсана лафи хуср. Аср уақытына антшылды және де айтылды. Адам баласының барлығы зиянда деді. Иллаллазина аману ва амилус салихат, тек қана иман еткендер, салих амал істегендер, хақ дінге сенгендер, және де орнында сабыр қылған адамдардан басқа бүкіл адамдар зиянда деді. Біз иман еттік. Иман еткеннен кейінгі мәселе не екен? Ва амилус салихат, салих амалдарды істеу. Бірақ істеліп жатқан амалдардың біздің бастамағанымыз өте маңызды екен, қадірлі жамағат. Күндердің бірінде Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында еді. Бір адам мешітке кіре келді, Абу Бакр радиаллаху анхуға боғауыз айтты, балағаттады, тоқтамай. Абу Бакр радиаллаху анху үндемеді. Екінші рет балағаттауды бастады. Пайғамбарымыз да үндеп атқан жоқ. Үшінші рет балағаттағанда Абу Бакр радиаллаху анху ол адамға жауап берді, оған өзіне керек болған жауапты айтты. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол мезетте орнынан тұра қалды. Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымызға қарады да, Алланың елшісі, сенің көңіліңе тиетін мен бір әңгіме айтып қойдым ба, не қылдым деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ол адам келді, сені балағаттауды бастады, сол уақытта аспаннан періште түсті дейді. Абу Бакрға айтып жатқан бүкіл нәрсен қате, ол бұл нәрселерден пәк деп айтты дейді. Екінші рет айтқанда періште тағы соны жалғастырды. Үшінші рет айтқаннан кейін періште енді айтайын деп атқанда, сен оған жәрдем бергенің үшін, сен оған жауап бергенің үшін, ол жерге шайтан келді, сол жерге келді, отыра қалды дейді. Ал шайтанның отырған жерінде мен отырмаймын дедім де орнымнан тұрып кеттім дейді. Қараңыздар. Бұл мәселеден кейін мына хадис шариф болады. Кім-кім біреуді балағаттауды бастаса, оған да басқа бір адам жауап берсе, бірінші бастаған адамнан артық емес, сол сияқты жауап беретін болса, екеуінің де күнәсі бірінші боқтаған адамға екен. Ал егер бізде мына мәселе бар, Алла сақтасын, әзілдесіп анда-санда айтып қоямыз, право деген мәселе бар. Келді, бізді анамыздан, әкемізден, бауырымыздан балағаттады. Ол адамға біз қарсы жауап бермесек не болады екен? Періште келіп, сен бұлардан пәксің, ашуланба дейді екен. Ал жауап берсек не болады екен? Соның айтқан мөлшерінде. Ол адам екі күнә істеген болады екен. Неге? Күнәні бастаған адам сол кісі. Күнәні бастаған үшін, біз оны жалғастырғанымыз үшін, бізге де айтқан нәрсеміз үшін күнә жазылады. Бірақ оған бір емес, оған екі адамның күнәсі жазылады. Осы мәселені білуіміз керек, қадірлі жамағат. Енді бүгінгі сабағымыздың қысқа да нұсқа мазмұны бұлай болды, қадірлі жамағат. Көре алмаушылық деген мәселе менің де қолымда болмасын, ол көршімнің де қолында болмасын деген мұсылманның мінезі емес екен. Біз діни тұрғыда біреуді көре алмасақ, нұр үстіне нұр екен. Неге ол мешіт салдырып жатыр? Мен барамда 2 мектеп салдырам. Істеңіз. Бұл жақсы нәрсе екен. Екіншісі, сауап істегенде, бұл жалғасатын сауап па? Күнә істегенде, бұл күнәні мен бастап отырмын ба, бастап отырған жоқпын ба деп айтуымыз керек екен. Неге? Жер жүзінде алғашқы күнә істеген, Аллах тағалаға алғашқы бас көтерген бұл шайтан лағин. Алғашқы тәубе қылғанда бұл Адам алейхиссалам болып есептелінеді. Соның үшін істеген күнәларымызға мән берейік, уақытында тәубе етуді ойлайық, қадірлі жамағат. Аллах тағала баршамызға күнәсіз, тәубелері қабыл болған соңғы демінің ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух болуын нәсіп етсін, иншаллах. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا. Allah'ım қайтыс болғандарды, тірілерді өзің кешіре көр, Аллах. Allah'ım бізге және отбасымызға өзің хидайет бере көр, Аллах. Allah'ım істеген үлкенді кішілі күнәларымызды өзің кешіре көр, Аллахым. Allah'ım ұрпақтарымызға
hayırlı da durus terbiye berimiz özüň nasip etegir Allah'ım. Allah'ım barşamızdan soňgy demimizden la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh bolun özüň nasip etegir Allah'ım. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin.